мынаны мен екі бөліп қойдым. Мынаны қурамын майға, сосын гречка пісірем. Мынаны майға қурамын, күрішпен машты араластырып пісіремін. Так, капельку масла сюда, растительного масла, и сюда. Ой, что много, кажется. Гречка піскен, ал күрішпен маш, күріш жұмсарған, ал маш қаттылау. Сондықтан су құйдым, тағы да пісіре тұрамын. Общем, ботқа болады. Гречканы негізі 8 жасар ұлыма пісірдім. Гречканы өте жақсы көреді. Әйтеуір бір жақсы көретін пайдалы тағамдарының бірі. Ал мынау күрішпен маштан жасалған ботқа енді бұл өзімізге кішкене езілген, әсіресе күріш. Бірақ мынадай огонекпен жесең өте дәмді болады. Енді әрине бұл дәл гречкадай пайдалы деп айта алмайым, білмеймін енді. Бірақ өте тойымды. Күнде ет жеп кеттік. Арасында осындай ботқа тағамдарды да жеген дұрыс деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осылай пісіріп көрдіңіздер ме? Менікі осы пісіргенім дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Комментарийге жазыңыздар.